Сәлем достар, менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін бір жасағаннан керемет болып шығатын өте жұмсақ печенье дайындаймыз. Ең алдымен құрақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып, оның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, жұмыртқа мен қантымызды жақсылап біркенше араластырып алдық. Енді үстінен алдын ала ертіп алған маргаринімізді құямыз. Барлық қажетті заттарды төменге жазып өттім описание бөліміне. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Жақсылап араластырамыз. Енді үстінен 1,5 кішкентай қасық қопсытқышымызды салып аламыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып алдық достар. Мен алдын ала таразыдан өлшеп алдым ұнымды. Енді осы ұнымды 2-3 бөлікке бөліп, илеуіштің көмегіменен салып араластырып аламыз. Міндетті түрде елеуіштен өткізіңіздер. Печеньеміздің көтерілуіне жақсы септігін тигізеді. Ең алдымен осылай араластырып аламыз. Соңына қарай қолдың көмегіменен өте жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Мінекей барлық ұнымызды салдық. Енді қолымыздың көмегіменен осындай біріктіріп, өте жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Егер жабысыңқырап кетсе, кішкене ұн сеуіп қойсаңыздар болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстінен алдын ала жаңағымды турап алдым. Осы жаңағымызды қосамыз. Егер сіздер өз тағамдарыңызға қарай мейіз қоссаңыздар болады. Мен үйдегілер жаңақ жақсы көргендіктен жаңақ қосып жасадым. Өте ерекше дәм береді. Жаңағымыз біріккенше жақсылап қамырымызды араластырып аламыз. Мінекей жаңағымызды қамырға толықтай біркелкетіп араластырып алдық. Енді осы дайын болған золамызды жайып, бірдей етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Егерде жаңғақ мейіз болмайтын болса, ештеме қоспай, тек өзін жасай берсеңіздер де болады. Өте әдемі жұмсақ болып шығады. Мінекей кесіп алдық. Енді осыны бір шетінен бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, пішін жасап аламыз. Мінекей барынша барлығын бірдей етіп жасауға тырысыңыздар. Құрт тәріздес етіп дөңгелетіп аламыз. Ең алдымен барлығын осылай дөңгелетіп қойып шығамыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Арнамның дамуына үлес қосқандарыңызға рахмет. Мінекей достар, мен барлығын дөңгелектеп алдым. Осы дәл төмендегі рецепт бойынша 25 дана печенье шықты. Енді алдын ала табама пергамент қағазын төсеп алдым. Осы пергамент төселген табама печеньелерді жайғастырып, әдемі формаға келтіріп аламын. Араларын кішкене алшақтау қоямын. 2-3 сантиметрдей піскеннен кейін кішкене ісіңкірейді. Сол кезде бір-біріне жабысып қалмау үшін. Өте тез дайын болатын печенье. Бар жоғы 15 минут уақытыңызды алады.
Мінекей достар, барлығын пергамент қағазымызға орнатып алдық. Енді шанышқының көмегіменен форма жасап, осы уақытта печкамызды қосып қоямыз. Қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Мінекей бір екеуін көрсетейін. Бұлай. Және де бұлай басамыз. Мінекей мынандай форма шықты. Барлығын осылай шанышқының көмегіменен басып шығамыз. Мінекей достар, барлығына шанышқының көмегімен әдемі форма жасап алдық. Енді қызып тұрған пешімізге қызарғанша салып пісіріп аламыз. Мінекей достар, печеньелеріміз дайын болды. 5-8 минут көлемінде пісіп шықты. Мінекей асты-үсті қызарып, осындай болып шықты. Мінекей кішкене суығанын күттік. Арасын бөліп көрсетейін. Мінекей осындай өте жұмсақ, үлпілдек печеньелеріміз дайын болды. Дәмі де керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.